Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгін біз e-архив чатында мемлекеттік архивистер тарапынан және ведомство архивистер тарапынан ең көп қойылатын сұрақтарға жауап береміз. Ол жүйеге кіру кезіндегі шығатын қателіктер. Жүйеге кіру кезіндегі бірінші қателік. Браузерді ашасыздар, браузерге ашқан кезде адресті осылай жазу бірінші қателік. http://e-archiv.gov.kz осындай бет шықса, егер мына жерде өзінің инструкциясы тұр, орысша нұсқасы тұр, не істеу керек екенін. Осы жерден осы адресті көшіріп алып, браузерлеріңізге қоясыздар, осындай қате шықса. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай адресін дұрыс жазғандықтан бет ашылды. Одан кейін екінші қателік. Сіздер адрес дұрыс жазып отырсыздар, S-ті қойып барлығын қатесіз жазып отырсыздар, бірақ осындай не подключен к интернету деген сияқты осындай ошибка шығарады. Ол үшін сіздер адресін дұрыс жазғанмен қатар мой компьютер, локальный диск С, Windows, сосын төмен қарай түсесіздер, System 32, содан кейін drivers деген папка, оның ішінде ETK деген. Осы жолмен hosts деген файлды тауып аласыздар. Hosts деген файлды үстіне 2 рет бассаңыздар, кәдімгі блокнотпен ашасыздар, немесе мен мынандай notepad деген блокнот бар, мен осымен пайдаланамын. Осы жерге сіздер осындай адрес енгізулеріңіз керек. Мына IP адресі e-archiv.gov.kz. Одан кейін осындай IP адрес және осы адрестерді енгізулеріңіз керек. Бір адрес, 2 адрес, 3 адрес, 4 адрес енгізілу керек. Осы хост файлды өзгертулеріңіз керек. Әр облыстың өзінің IP адресі бар. Оны осы жерден көре аласыздар. Мына жердегі адресті өздеріңіздің облыстарыңыздың IP адресін жазасыздар осы жерге. Мысалы, Астана қаласы болса, 10-61-40-235 деген адресті мына жерге жазады. Сосын бұны сохранить етесіздер. Сақталғаннан кейін ашып қарайсыздар, ашып қараған кезде осылайынан тұру керек. Қайтадан обновить етесіздер, сол кезде уже кіреді. Содан кейін үшінші, жүйеге кіру кезде логин парольді дұрыс жазбау. Мінекей осындай қателік, логин немесе құпия сөз қате. Бұл сіздердің логиндеріңізді немесе парольдарыңызды дұрыс жазбауларыңыздың себебінен шығып тұр. Мен мысалы мына жерде Аяғанов деген жерде 2 о салынып тұр, сондықтан бұл қате болып көрсетіліп тұр. Егер 3 рет қате енгізсеңіздер, сіздердің логин парольдеріңіз блокқа түсіп қалады. Одан кейін төртінші қателік, осындай қате шығады. Бұл қателік, логин парольдеріңізді дұрыс жазып тұрсыздар, бірақ заңды тұлға ключімен емес, жеке тұлға ключімен кіріп отырсыздар. Сондықтан осындай физикалық сертификат таңдалды деген қате шығады. Бұл қатені өздеріңіз заңды тұлғаның ключін таңдау арқылы кіріп, солайынан жоя аласыздар. Одан кейін 5-ші қателік. Ключпен кірген кезде логин пароліңізді жаздыңыздар, одан кейін сіздің компьютеріңіз деген таңдасаңыздар, ешқандай окошко ашылмайды, яғни ключ таңдауға мүмкіндік жоқ. Ол қателік сіздерде NCLR деген бағдарлама орнатылмай тұр деген сөз. Неке NCLR деген жоқ, значогы оның белгісі мынандай болады. Компьютерлеріңізде орнатылу керек NCLR деген бағдарлама. Осыны басасыздар үстінен. Немесе компьютерлеріңіз жоқ болса, интернеттен скачать етіп алып, орнатуларыңыз керек. Бұл бағдарлама EGOV-ға кірсеңіздерде барлық жерде осы бағдарлама қолданылады. Сондықтан бұл міндеттерде болу керек. Мінекей мынандай сағаттың қасында осындай ярлығы болу керек. Тексеріп көреміз. Логин пароль енгіздім. Сіздің компьютеріңіз деген таңдадым. Мінекей окошко ашылып тұр. Енді осы жерде тағы бір қате айтып жіберейін. Мысалы, мен өзім логин паролімді енгіздім, бірақ ключті басқа ключ таңдадым. Сол кезде осындай қате шығады. Яғни сіздің жазып отқан логин пароліңіз басқа, таңдап отқан ключіңіз басқа. Сол кезде JSN мен логиндеріңіз сәйкес келмейді деген қате шығады. Өздеріңіздің логиндеріңіз бен ключтеріңізді сәйкестендіресіздер, содан кейін болып дұрыс кіре аласыздар бұл қатені жою үшін. Сосын тағы да айта кетеді, мына хост деген дұрыс жазылмаса, кіру кезінде осындай окошко ашылады. Тағы да қол қою деген басқан кездеріңізде мына жерден қызылмен жазу шығады. Ол да сол хост пен NCLR екеуі бір-бірімен қосыла алмай тұр деген сөз. Егер барлығын хостты әр өз облыстарыңыздың IP адресін, осы адрестерді дұрыс жазсаңыздар, және NCLR-ді дұрыс орнатсаңыздар, осындай жасылмен сертификат тексеру сәтті аяқталды деген жазу шығады. Одан кейін айтатын, жаңа блокқа түскен жағдайда осы почтаға немесе осы телефонға хабарласасыздар. Ал егер өздеріңізде администратор болса, осы жүйеде администратор ашып береді. Осымен жүйеге кіру кезінде қателіктердің барлығын талқыладық. Логин парольдеріңіз, ключтеріңіз барлығы дұрыс болса, жүйеге сәтті авторизация болады.